Қазір мысалы қаншалаған ауылда ата әжелер бар, қыздары оқуға кеткен осы жаққа, ұлдары оқуға кеткен. Кейде балалар оларға ақша жіберіп тұрады. Ол ойлайды, қызымыз біз керемет жерде істеп жатыр деп. Сондағы ата әжесі не жеп жатыр? Сіз ойлаңыз не отқан. Сондықтан ата бала тапсырылған аманат. Мысалы сіз бір ауылда тұрып қалаға қарай қызыңызды оқытуға жібересіз, жарайды жатақханаға қарай орналастырдыңыз. Жатақханада не үйренеді ол? Жатақханада салиқалы орта бар ма? Егер сен оның туысқаны болсаң, сен жан ашып менің үйімде жатсын деу керексіз да. Қызды осылай бағаламасаң, кімге керек ол қыз? Болашақ аналар қайдан шығады сосын? Сол біз өзіміз бір-бірімізге дұрыс қарамағаннан, балаларымызға дұрыс қарамағаннан осындай жағдайда сараңдықтан, жек көру, туысқандарға байланыс үзілген. Сонымен бәрібір болып жатқаннан кейін олар ұрынады сол нәрсеге, ұрынады. Өйткені ода намаз жоқ, сақтайтын. Ода кішкентай күннен балам Алладан абайла, Алла көріп тұр деген нәрсе құйылмаған санасына. Қайтып енді одан сен жақсылық күте аласың. Осылайша Алланың рахымы деген нәрсе кешегі Юсуф алейхиссаламның өзі айтып отқандай, мен нәпсімді ақтамаймын дейді. Алланың рахымы болмаса, жамандыққа бұйыра беретін нәрсе дейді бұл. Егер Юсуф алейхиссаламның сүресінде осындай нәрсе айтылып отырса, сіз ойлаңыз енді. Сондықтан бұл нәрсені жағы батыс өзі құлап жатыр бұл нәрсемен. Бітіп жатыр. Бітіп жатыр, қиын болып жатыр о жақ. Қолқыр өнімдерін бір дамыған деген дамыған түк жоқ. Олардың дамыған нәрсесінен бізге ол ешнәрсе керек жоқ асылында. Рухани тұрғыдан Мұхаммед пайғамбардың үмбеті ғана соңғыша осы ғана өнеге болады күллі адамзатқа. Басқа ешбір жерде рухани тұрғыдан сізге бір жақсылық үйретіп беретін шығысыңда, батысыңда да ештеңе жоқ. Құран осы үшін түсіп отыр, сақтау үшін да. Міне бүкіл ауыл кіріп кеткен, өзіңіз ойлаңыз. Екінші нәрсе бұл жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахири мин зукури уммати фала ядхулул хаммама илля бимизарин." Аллаға және ақырет күніне иман келтірген ер болса дейді менің үмбетімнен, ешқашан іштік киімсіз моншаға кірмесін дейді. Іштік киім дегенде ол мына кіндіктен бастап ана тобыққа дейін тұратын іштік киімді айтып отыр пайғамбарымыз. Олардың заманында біздікінде еш киімдер болған емес. Іштік киім деген тобыққа дейін болатын. Сол киіммен ғана кірсін дейді еркектер, егерде көпшілік моншасына кіретін болса. Ал ондай нәрсе бар ма қазір? Кеңес үкіметінен бері қандай моншалар жасап келе жатыр? Міне, ол деген сөз кәдімгі нәрсе ғой, шақыру ғой. Адам неше түрлі аурулар, кешегі пайғамбарымыздың әйелдеріне де Алла тағала айтып отыр: "Ей пайғамбардың әйелдері, сендер басқа бір әйелдер секілді емессіңдер. Алладан абайлаңдар да қылымсып сөйлемеңдер. Әйтпесе әлгі жүрегінде дерті бар адам дәметіп қалады" дейді. Сол секілді. Сондай нәрселер, еркектердің гинекология саласын оқи беруде. Ол жақта да жақсы нәрсе жоқ негізі. Істеп жүр ол жерде негізі. Осындай нәрселерге дейін аралас бұзылып кеткен нәрселер көп. Күллісі дерт, шындап келген кезде ар жағында. Бірақ заман дамып жатыр деген нәрсемен құтыла салу оңай қазір. Әйел кісілерге де айтады: "Мен канат ту'мину биллахи вал яумил ахири мен инаси уммати." Менің үмбетімдегі әйел заты Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болса, фала тадхулул хаммама, ол моншаға мүлде кірмесін дейді. Ол тек қана үйінде күйеуі салып берген моншада ғана. Ана моншаға мүлде кіруге болмайды. Еркек еркектің әуретіне қарамасын дейді. Әйел әйелдің әуретіне қарамасын дейді. Неге? Осы екі күнәнің пайда болып кететін себебін түсіндіріп отыр Алла. Еркектер мен еркектер, әйелдер мен әйелдер. Кейбір тәпсір кітаптарында жаңағы Луттың еркектері еркекпен айналысып кеткеннен кейін, әйелдер де бір-бірімен айналысып кеткен деген риуаяттар бар. Болды ол. Шайтанға оп-оңай бізді. Алладан қорықпағаннан кейін кез келген нәрсені істей беруге кетіп қалған күн адам. Сосын ол университет сияқты дамиды бұл күнәлар. Бұл күнәларда қазір сырттағы дұшпандар мысалы мына күнәні кәдімгідей дамытып тастаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады:
ашсаң ана пердені кірмей қоймайсың дейді бітті. Ол интернет. Сондықтан үйде балаңыз интернет көретін белгілі бір уақыт болады. Бәріңіз бір бөлмеде отырып қана көру керек. Заң осылай. Құптан оқылды ма, телефонда бір жерге қойылып жату керек. Бала телефонмен жатуына болмайды басқа бөлмеде. Сен білмейсің, ол балиғатқа толған бала болса да солай істеу керек. Білмейсің қай жақтан. Өйткені не үшін рекламалар бірінен соң бірі шығып жатады? Не үшін? Сол сені ұстау үшін да. Ұстау үшін. Не сені, балаңды, не қызыңды ұстау үшін. Болды. Сондықтан біз өзіміз түсіп қаламыз ол нәрселерге сосын. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Аллахана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра айтады. Бұхарида келген хадисте Аллахтың елшісі лағнеттеді дейді. Кімді деген кезде ар-раджула ялбасу либсатал мар'ати. Әйелдің киімін киетін ерді. Мысалы, тар киюдің өзі, тар шалбар киюдің өзінен сақтанбасам болмайды қазір. Жүрегінде дерті бар біреу ойлауы мүмкін. Сізде де ондай дерт бар ма деп. Қоғам сондай нәрсе қазір. Қоғамда қазір күнә іздеу көп. Ва иза рау сабилар ғайи яттахизуху сабила. Араб сүресінде айтады. Жаман жолды көрсе, соны жолға алады дейді адамдар. Ва иза рау сабилар руштила яттахизуху сабила. Саналы жолды көрсе, саналы жолды ұстамайды дейді жол ретінде. Аятта қалай айтып отыр. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам лағнеттеді дейді Абу Хурайра. Әл-мар'ата тәлбасу либсатар раджули. Еркектің киімін киетін әйелді. Осы нәрселерден кетті күллі нәрсе. Кеңес үкіметі осының бәрін жасаған кездер болды да. Оған халықтың өзінде пиғыл да сондай болды. Адамның өзінің пиғылы соған қарай ұмтылмаса, ол дұшпанның несі жаңағы амал шарасы өтпес еді ешқашан. Бізде әлсіздіктер болды. Енді сол әлсіздіктен құтқару үшін Құранда тәуелсіздікті әкеп отыр ғой Алла Тағала, болашақ ұрпағын сақтап қаш деп. Сондай-ақ бір хадисінде нақты айтқан нәрсесі, Алла Тағала Алланың елшісі лағнеттеді. Әл-муханнисина минар-rijal. Әйелдерге ұқсағысы келетін еркектерді. Вәл-мутараджилати минан-ниса. Еркектерге ұқсағысы келетін әйелдерді. Қазір мысалы бізде көп қыздар, еркектер айналысатын спорттың түрлері дейін кетіп жатыр. Бір-бірін соққылауға дейін кетіп жатыр да. Ол не істейін деп жүр? Ойлаңыз, ауысып кетіп жатқан нәрселер бар. Бірақ заман сондай, мода дамып жатыр. Яғни бір сондай нәрсе шықса, даже заман дамып жатыр бізде. Біз дамып жатырық деген сөзді. Бірақ қай жаққа дамып жатсың? Құдай оңдаған жаққа ма, оңбаған жаққа ма?